Ассаламағалейкум қазақ елі. Міне мынау алдарыңызда тұрған мынау Әл-Харам мешітінің алдындағы, Қағбаның алдындағы Дарул Таухид деген қонақ үй. Осы Дарул Таухидтың орны осы соңғы 10 жылдықта осы Құнанбай қажының салдырған қонақ үйі қайда екен деген қазақтарды ой мазалап жүр. Осы соңғы деректер, тарихи деректерге дәлелденді. Осы Құнанбай қажының қонақ үйі осы Дарул Таухидтың орнында болған. Оны нақты дәлелдеді. Енді бұл қонақ үй неге орында қазақтар қонақ үй салмады деген сұраққа 1932 жылы араб мемлекеті бізге қағаз жіберген. 1932 жылы қазақты Голошекин аштықпен қырып жатқан кезде, бір жапырақ нанға зар болып жүрген кезде қонақ үй тұрмақ, нанға зар болып қырылып жатқан кезде қонақ үйді игере алмай қалдық. Енді сол ел басында ел ағалары сол қағазды қазір архивтен іздестіруде. Егер біз оны дәлелдейтін болсақ, осы Дарул Таухидтың орнын ба, или тағы да басқа орыннан бізге бұл араб елі бізге жер беруге тиісті. Елбасымыз айтқандай, қазақтың тарихында біздің ұялатында ешбір оқиғалар жоқ. Сол себептен мына Құнанбай қажы қонақ үй салдырған деп біз Мекке қаласында мына денемізді жоғары көтеріп, еңсемізді жоғары көтеріп, осы Мекке қаласында қажылығымызды өтеп жатырмыз. Мынау міне Әл-Харам мешіті, міне алдарыңызда тұрған Дарул Таухид деген қонақ үй. Бұл арабтарға тиесілі қонақ үй. Бірақ осының орны дәлелденді, Құнанбай қажының қонақ үйінің орны болған. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.